Жамбыл облысы Сарысу ауданы Кызылхан орта мектебінің 8-ші сынып оқушысы Төлеутай Қайратұлы. Мен табиғатты аяла экофорумның жасыл оазис номинациясы бойынша өз жұмысымды сіздерге көрсеткелі отырмын. Адамдардың табиғатсыз күні жоқ, табиғаттың мұны айтуға тілі жоқ дегендей, мен сіздерді табиғатты аялауға, қорғауға шақырамын. Жасыл оазиске қатысу үшін көркемдік пәнінің мұғалімі Жұмаш Сәкен ағамен ақылдастым. Жұмысты бастау үшін сызбасын құрдық. Сызба құрып алған соң қажетті материалдарды дайындадым. Жұмыстың атауы мектеп ауласындағы ата-аналар мен балалардың демалатын орны. Маған жұмысты жасау үшін пластик ыдыс керек болды. Оны 2 бөліктен бөлдім. Ең біріншісіне жарық шамдарды орнаттым. Ал бірінші бөлікте жарық шамдардың электр сымдарын орнаттым. Бұл жарық шамдардың барлығы электр жүйесіне орнатылған. Бағаналарды мен пластиктерден жасадым. Ал басына шамдарды қойдым. Қазір мен сіздерге көрсетейін. Кіреберіске ойыншықтың бір бөлігін алдым. Адамдардың жол жүретін болған соң, мен пластикке бояу қарындашпен сызып жол жасадым. Ал демалыс орны болғандықтан жарамсыз қаламдарды ыстық желім арқылы пластикке орнаттым. Ашаны еткен себебім ол микробты жоятын қасиеті бар. Айнала әдем болу үшін гүлдерді отырғыздым. Мына үйшікті отырып жасаған себебім балалардың қызығушылығын арттыру үшін және бұл сіріңкенің шилері арқылы жасалынды. Ал мүсіндерді орнатқан себебім бұларға аңдарды отырғызған себебім, мүсіннің отырғызған себебім оқушылардың қызығушылығын ашады және де бұларға тиісуге, қорғау керек екенін біледі, түсінеді. Сиясауыт бұл ата-бабамыздан қалған сиясауыт. Бұны мен ыстық желмен қыстың қауырсынына істеген. Ал көгалды, газонды демалыс орны болған соң қоқыс жәшігі болуы қажет. Балалардың қоқысты шашпау үшін қоқыс жәшігі керек. Бұны да мен қарапайым материалдан жасадым. Кәдімгі картоннан ыстық желім арқылы жапсырдым. Көгалды суару үшін мен пластик шлангіге түтікшелер орнаттым. Пластик шлангіге түтікшелерді орнаттым. Суның қалай жүретінін көрсетейін. Жас достар, мен сіздерді табиғатты аялауға, қорғауға шақырамын.